Иә, сол жаңа өзіңіз айтқан Жаңаөен компанияңыз, ол жыл Шыңжаң қазақтары мен Атамекен Қазақстанның мәдениетін қайта қауыштырып, екі ел арасында алтын көпір болды. Яғни оны қалай істедіңіз десеңіз, жаңағы Қазақстанның әншілерін, жыршыларын, ақындарын, ең жаңағы әншілерін шақырып, бір-бірінің мәдениетімен мәдениет алмасу жүргізіп жүрді. Осы жолда сіз кедергілер, ауыртпашылықтар пайда болды ма? Негізі не үшін сіз осы әншілерді, не үшін осы идеяңызды бастадыңыз? Бұл мен Жаңаөен деп орталықты ашқаннан кейін Жаңаөен орталығының мақсаты басында жаңа аудиокассеталар мен видеокассеталар, сосын DVD, CD өнімдерін өндіру мен сату болса, кейін біздің Жаңаөен орталығының және бір содан ілгерілеген түрде қосымша мақсаты оның шоу-бизнеске қарай бет алу болды. Біз сол кейін 2000 жылдың басынан бастап мен Жаңаөенді тек қана магазин, дүкен ретінде емес, оны арнаулы шоу-бизнеспен айналысатын орталыққа, компанияға айналдырдым. Сонда шоу-бизнестің мақсаты не? Шоу-бизнестің мақсаты негізі ол тек қана жаңағы өнімдерді өндіру емес, ол ұйымдастыру, ол продюсерлік жұмыстарды жасау, ел ішіндегі өнерпаздарды халықтың алдына алып шығу. Ал енді сонымен бірге шетелден де халық жақсы көретін өнерпаздарды әкеліп, жаңағы бизнес сипатындағы жұмыс жасау. Оның сол арқылы қайту, компания сол арқылы пайда табу, ақша табу, табыс табу. Енді бизнес деген, шоу-бизнес деген, бизнестің өзінің мақсаты не? Бизнестің мақсаты пайда табу. Біз әрине біз Қазақстаннан жаңағы әншілерді, ақындарды және басқа өнерпаздарды шақырып, Шыңжаңда Қытай қазақтарына көрсетіп, концерттер қойып, сол арқылы жұмыс жасауымыз біздің ең бірінші мақсат біздің шоу-бизнестің тұрғыда болды. Енді оның біз сол жұмыстарды сәтті жүргізуіміз соңында Қазақстанның мәдениетінің Шыңжаң қазақтарына болған жақсы әсерін, ықпалын қалыптастырды. Демек, Қытай мен Қазақстан арасындағы мәдениет алмасты. Біз соның алтын көпірі болып қалдық. Енді бұл жерде және бір нәрсені айта кету керек. Егер кез келген бизнесті жақсы істесеңіз, ол тек сіз өзіңізге ғана емес, өзгеге де бүкіл халыққа да пайдалы болады. Менің істеген жұмысым сол кезде тек қана өзіме ғана пайда келген жоқ, соңында нәтижелі істеген жұмыс бүкіл халыққа пайдалы болды. Әрине, дұрыстасыз. Ол халық сол өнермен, сол рухани нәрмен сусындады сол арқылы.